Біз мұнда өзі көңіл көтеруге келдік пе, әлде? Соны айтам? Жарайды. Мен бастайын онда. Ең мықты, ең сымбатты адвокат Шыңғыс Төремұратов үшін. Ең мықты және қарапайым адвокат үшін. Тоқтаңдар. Неге сен үшін? Қызықсың сен. Біз негізі мұнда барлығымызға берілген корпоративтік сыйақымызды атап өтуге келдік. Я. Онда мен үшін де. 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 Бәріміз үшін. Ертең жұмыс е? Я, қайтайық. Тоқтық, мөлдір қайдағы қайтқан. Кеш енді басталды. Шыңғыс ренжімеш. Ертең таңертең жұмыс сен де қайт. Мөлдір қайдағы қайтқан. Болаттың әйелі бізді сотқа бермек. Біздің кеңседе мұндай жағдай ешқашан болған емес. Атымызға кір келтірдің. Қасықтап жиған абыройымызды шелектеп төктің сен. Клиенттің өзімен неге сөйлеспедің? Оның сенде бір айдай болды ғой. Қалай, Басеке, тоқтаңыз. Соттасқанда біздің не кінәміз бар? Дәурен, қара таңба алып папкың құтты болсын. Қалай екен? Қалай десем екен? Шыңғысқа тапсырып қолымды сабындап жуғым келіп тұр. Толқын қайтадан бірдемені шатастырған. Шынды айтсам, қара таңбаны көрген кезде жаман қорқып қалдым ғой. Қолының кірін сабымен кетіресің. Ал ниетіңді қалай тазартпақсың? Мөлдір, не болды саған? Не болды? Сөзін сөйлей бердің ғой. Ұрмайым мен сені. Аз ұлы саған. Қап! Дед! Бұтын шығарын көрін ма? Қара торы, қара таңба! Көресің! Өлетін балам олаға қарай жүгіреді, ұмытпа! 1-0. Бүгін полиция қызметкерлері әлеуметтік белсенді Шолпан Нұрмолдағызын ұстады. Оның ипотекалық борышкерлерге мүгедектік жөнінде анықтамаларды қолдан жасап бергені анықталды. Бұл оның жүзеге асырған алаяқтық тәсілдерінің бірі ғана. Олардың басты ұраны ипотекаға алған баспананы қорғайық. Қорғайық дейін бе? Жай төлемеудің жолдарын іздейді бұлар. Ал қиын жағдайға түскендерше. Мысалы, Сәбит сияқты олар не істеу керек сонда? Мемлекеттік бағдарлама арқылы банкке барып қайта қаржыландыруға арыз жазу керек. Заң бар ғой. Бекерден бекер жазылғаны ма? Заңның бары бар ғой, бірақ енді оны толтырып, жеңілдік алам дегенше жарты өмірлері кетеді. Ал олардың қарыздарын біздің салықтарымыздан жабады. Сен айтқандай бәрі оңай болса ғой. Жүр. Кеттік. Қысқасы, анау мэринді алайын деп шешкен кезде осындай жаңадан Volvo шықты. Мықты ма? Мынадай көлікті толтырам деп шашыңа қарады ғой. Ой, мейлі ғой. Ең бастысы, әлемдегі ең қауіпсіз көлік. Мықты, Ай, Төремұратов, менің жүргізушім болуына қалай қарайсың? Қазір тағы бір деген десең, саған жүргізуші емес, дәрігер керек болады, түсіндің бе? Ал саған адвокат. Шыңғыс? Мөлдір андай кесің ғой, бола ма? Не болды? Мөлдір, сен маған керексің. Кім ретінде? Заңгер ретінде. Ал? Сенің Расул деген прокуратурада бір досың бар еді ғой? Я. Соның көмегі қажет. Жарайды? Ата? Шыңғыс балам. Саған бауырсаға келдім, жеп ал. Сәлеметсіз бе, ата? Сәлемет жаным, Рахмет, ата. Әй, Шыңғыс, менің жүргізушім болсаң, мен де сені бағып қалып жүремін. Ата, көңіл аудармай қойыңыз оған. Кім-кімнің жүргізушісі болатын әлі көреміз. Ата, бізді көлігіңізбен апарып тастаңызшы. Қазір тағы 1-2 адамды шақырып келем. Жарайды, мен сені сыртта күтемін. Қой, сендермен осылай тұра берем ба, барып жұмыс істейін. Іске Ненің исі?
сезіп тұрсың ба? О, қағылған соғылғандардың қорғаушысының өзі де келді. Қарсы алыңыздар, қара торы, қара таңба. Дәурен. Ассалаумағалейкум. Отыра беріңдер. Менің кабинетімде кім отыр? Маған жаңа салып келмей едім ғой. Әшен айтасың ба? Басты мәселе былай ғой. Олардың ешқайсысы бізбен келіссөзге отырғысы келмейді. Әрқайсының өз қорғаушысы бар. Абылайхан Мұхитұлы, біз былай қылсақ, оларға тексер жіберсек қайтеді. Ашимов пен біздің клиент Жумановтың халықаралық серіктестерінің атынан десек. Тексерістегі немесе екенін білесің ғой. Толқын, Шыңғыс қайда? Білмеймін. Мөлдір. Қалтасы қалың шіріген байлар үшін ажырасу оп-оңай болып тұр. Бір бөлмелі үйдің жартысын жеңіп алған ғой. Ан жақта не болып жатыр? Қазір. Абылайхан Мұхитұлы, Бекболатовтың әйелінің есепшот мәселесін тезірек шешуіміз керек. Сен алдымен отыр. Жоқ, Абасеке, ол көзін ашты. Бірақ дәрігерлердің айтуы бойынша басқа өзгеріс жоқ. Енді әйелі оған дәрігерлерді шақыру керек. Кімнің әйелі? Бекболатов. Ол кісінің ауруханадан көрдім. Шетелдік дәрігерлермен келіссөз жүргізіп жатыр. Естеріңде болсын. Біз, адвокаттар, әріптестерімізге пара беру үшін емес, мәселені шешу үшін жұмыс істейміз. Әйтпесе, Толқын, не болды енді? Телефон алмай жатыр. Қызық. Абылайхан Мұхитұлы ешқашан кешікпейтін. Бірдеңе болып қалған шығар. Онда бүгін жұмыс болмайды ғой, Былай болсын. Ешкім босансымасын. Жұмыс әдеттегіде жүру керек, ешқандай демалыс жоқ. Дәурен, сені арамызда біреу ерекшелеп тағайындап қойып беді? Бос әңгімені қойыңдар. Толқын, бәрін жазып отыр. Ал, кімнен бастаймыз? Қырымбаев, сен айт. Енді менің ісім әлі сотқа жеткен жоқ. Екі жақта мүмкін бір келісімге келетін шығар. Түсінікті. Толқын. Жазып алдың ба? Келесі. Қанада күтеді. Барып кел. Ал, кім келесі? Алия, сенің ісің не болып жатыр? Комиссия ұзақ мерзімді құрылыстың мұрагерін бекітті. Жақсы. Кім келесі? Төремұратов. Сені кеңседегі жұмыстар қызықтырмай ма? Ештеңе көрмейтін сияқты. Дәурен, неге бұлай дейсің? Бірдеңе болып қалды ма? бәрі дұрыс. Отбасылық жағдайлар ғой. Жақсы. Жалғастыра беріңдер. Бекболатов комада жатыр. Әйелі не істеп жүргенін білмейді. Ал біздің клиентіміз Маржан емес, Бекболатовтың өзі. Жақсы. Ары қарай емделе берсін. Сауығып кетсін деп тілейік. Болды, осымен Бекболаттың атын айтушы болма маған. Егер айтатын болсаң, сол аурухананың еденін барып жуасың. Тоқтаңдар. Асан мен Қырымбаев қайда? Олар өте маңызды жұмыстармен жүр. Біздің жиналыстан маңызды жұмыс болу мүмкін емес. Шақыран алады. Дәурен. Мөлдір, жаным Мөлдір, саған көптен бері айтқым келіп жүргені. Ағатайым, сіздің жазылғаныңызға сондай қуаныштымын. Толқын,
Біз келісіп едік қой. Ой, байқамай қалды. Онда бастықтың қарындасы Толқын ба? Ал, қазіргі жағдайда жаңалық өзі тез жетеді емес пе? Мына жердің бәрін безендіріп қойыпсыңдар. Менің ауруханадан шығатынымды кім айтты сендерге? Иә, сіздің құрметіңізге торт алдық. О, рахмет. Шыңғыс, жарайсың. Рахмет. Дәурен, сен менің кабинетіме келіп кетші. Не білдіргеніңді айтарсың. Келе ғой, көпкем, зал. Біз кабинетке барамыз. Сені сарбаздар күтіп қалды ғой. Абылайхан Құттұлы, сіз не айтып тұрғаныңызды түсінбедім, бірақ міндетті түрде кіріп шығамын. Толқын, кешке боссың ба? Жоқ, кешке киноға баратын едім. Асан! Толқын.